Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып ұйқының апноэ синдромы. Ұйқының апноэ синдромы ұйқы кезінде кем дегенде 10 секундқа созылатын тыныс алудың тоқтау эпизодтарымен көрінетін синдром. Себептер мен әсер етуші факторлар. Негізгі себептердің бірі көмей бұлшықеттері мен ұлпаларының босаңсуы. Артық салмақ. Мойын аумағында жиналатын артық майлар көмейдің бұлшықеттеріне әсер етіп, синдромды асқындырады. Жастың ұлғаюы. Жасы 40-45-тен асқандардың бәрі осы синдроммен ауыру қаупі бар. Жас өте келе бұлшықеттердің әлсіреуінен болады. Жыныс статистикалық көрсеткіштер бойынша бұл синдром әйелдерге қарағанда ерлерде жиі кездеседі. Седативті дәрі-дәрмекті тұрақты қолдану. Анатомиялық ерекшеліктер, тыныс жолдарының тары болуы және тағы басқалар. Алкогольді ішімдіктер, темекі шегу, менопауза, тұқым қуалаушылық, қант диабеті, созылмалы тұмау, кеңсіріктің қисық болуы. Апноэ негізгі үш түрі бар. Ол обструктивті түнгі апноэ, орталық түнгі апноэ, аралас түнгі апноэ. Обструктивті түнгі апноэ ұйқы кезінде тыныс жолдарындағы кедергі нәтижесінде, яғни тыныс жолдарының тарылуына байланысты пайда болады. Басқа факторлар, мысалы, семіздік түнгі апноэға ықпал етеді. Орталық түнгі апноэ мидан тыныс бұлшықеттеріне белгілердің дұрыс жеткізілмеуі нәтижесінде пайда болады. Апноэның бұл типі жүрек жеткіліксіздігі, ми ісігі, мидағы инфекция және талма ұстамалары секілді жағдайлармен бірге жүруі мүмкін. Аралас түнгі апноэ ол орталық және обструкциялық апноэның қосылуы нәтижесінде пайда болады. Симптомдары. Адам өзінде апноэ синдромы бар екенін көбінесе білмейді. Әдетте қасындағы адамдар ғана біледі. Ең негізгі симптомы ол тыныстың қысқа мерзімге тоқтап қалуы. Ал қосымша ол адамдар жиі үзіліп тұратын және қорға аралас қатты тыныс алуға шағымданады. Сонымен қатар күні бойы ұйқы сұрау, либидоның төмендеуі, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, бастың жиі ауруы, ауыздағы құрғақтық, оянғаннан кейінгі тамақтағы ауырсыну, ұйқы қанбаушылық, депрессия, назар салудың қиындауы байқалады. Нашар ұйқының нәтижесінде науқастарда нейрофизиологиялық бұзылулар дамиды. Таңертең бас ауыру, күндізгі ұйқының жоғарылауы, тітіркену, күндізгі шаршау, жады мен концентрацияның жоғалуы байқалады. Пациенттерде ұзақ уақыт өте келе дене салмағы артады, жыныстық дисфункция дамиды. Ұйқының апноэ синдромы жүрек функциясына теріс әсер етеді. Аритмияның дамуына ықпал етеді. Жүрек жеткіліксіздігі ангинозды ауырсынуларға алып келуі мүмкін. Ұйқының апноэсі бар науқастардың жартысында қосалқы аурулары өрши түседі. Оның ішінде артериялық гипертензия, жүректің ишемиялық ауруы, бронх демікпесі, созылмалы обструктивті өкпе ауруы. Түнгі апноэ тыныс жетіспеушілігі мен ұйқының үзілуімен сипатталады. Түнгі тыныс алу тоқтаудан басқа ұйқысыз апноэ синдромына тән хитинг және қатты күндізгі ұйқылық тән. Ұйықтау кезінде тыныс алудың тоқтауы өмірге қауіпті жағдай болып табылады. Гемодинамикалық бұзылулармен және тұрақсыз жүрек белсенділігімен бірге жүреді. Ұйқының апноэ синдромында 10 секундқа созылатын тыныс алу үзілістері гипоксияны тудырады. Соның нәтижесінде оттегінің болмауы, және гипоксемия, көміртегі диоксидінің өсуі. Миды ынталандырады, осы көміртегі диоксиді. Содан кейін ол ынталандырған сайын жиі оятуға және тыныс алу қалпына келтіруге әкеледі. Жаңа ұйқыдан кейін тыныс алу мен оятудың қысқа мерзім тоқталуы қайтадан жүреді. Яғни бұл процесс қайталана береді. Апноэ эпизодтарының саны бұзылудың ауырлығына байланысты. Сағатына 5-тен 100 ретке дейін қайталануы мүмкін. Тыныс алу үзілістерінің жалпы ұзақтығы түнде 3-4 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Диагностикасы. Диагностиканың өзі жанама әдістеріне тоқталатын болсақ, жанама әдістердің ішінде науқастың туыстарымен байланысқа шығуымыз керек. Ұйқы кезінде тыныс алудың тоқтауын анықтау маңызды. Амбулаториялық жағдайда біз Равинский әдісін қолданамыз. Бұл кезде науқастың ұйқы кезінде туыстарының біреуі қолымен сағатты пайдаланып тыныс алу үзілістерінің ұзақтығын белгілейді. Пациенттерден қараған кезде әдетте дене салмағының индексі анықталады. Яғни бұл науқастарда көбінесе 35-тен жоғары болады. Бұл екінші дәрежелі семіздікке сәйкес келеді. Мойын шеңбері әйелдер үшін 40 см-ден жоғары болса, ерлер үшін 43 см-ден жоғары болса. Қан қысымының көрсеткіштері 140-90 мм сынап бағанасы бойынша жоғары болуы мүмкін. Бұлар мүшелердің патологиясы жиі анықталады. Оның ішінде ринит, синусит, мұрын сектумының қисаюы, созылмалы тонзиллит, полипоз және басқалар.
Ал негізгі әдіс ретінде полисомнографияны жазу кезінде ұйқы апноэ эпизодтарының саны мен ұзақтығы және осы кезде орын алған өзгерістің ауырлығы анықталады. Полисомнография ұзаққа созылады, 8 сағат. Дененің электрлік потенциалын түнде тіркейді. Оның ішінде 2-ден 8-ге дейін ЭКГ, мұрын тыныс алу ағымы, кеуде және іштегі стресс, сатурация оттегінің, бұлшықет белсенділігі, хитингтің дыбыстық құбылысы, ұйықтау кезінде дене позициялары. Емдеу. Мұнда емі негізгі патологиялық процесті анықтау керек, яғни тудырушы фактор. Сол факторды жоюға тырысамыз. Біріншіден, адам өмір салтын өзгерту керек. Темекі шекпеу керек, алкоголь ішімдіктерді шектеу керек, артық салмақтан арылу керек. Жоғары тыныс жолдарының патологиясын емдейміз. СИПАП терапия, хирургиялық емдеу. Апноэ емдеудің негізгі әдісі тыныс алу жолдарындағы тұрақты оң қысым. Қысқаша СИПАП терапия деп аталады. Бұл үшін ұйқы кезінде мұрынға және ауызға арнайы маска киіледі. Маска тыныс алу жолдарын ашық ұстайды. Осылайша науқас тыныс алатын ауаның қысымы күшейеді. Бұл ұйқыдағы апноэға шалдыққан адамдардың көпшілігіне көмектеседі. Ұйқы апноэ синдромына хирургиялық араласу жоғарғы тыныс жолдарының құрылымында немесе олардың созылмалы ауруларына болған ауытқулар, ақаулар жағдайында қосымша ем әдісі ретінде қарастырылады. Кейбір жағдайларда аденоэктомия, мұрын сектумын түзету, тонзиллэктомия ұйқы апноэ синдромы себептерін толықтай жоюға мүмкіндік береді. Улы палата фарингопластика және трахеостомиялық операциялар өте ауыр бұзылыстарда жүргізіледі. Ұйқыдағы апноэмен ауыратын науқастардың өлім жітімі жалпы халық санына қарағанда 5 есе жоғары. СИПАП терапиясын қолдану өлім жітімді 48%-ға азайтты және өмір сүру ұзақтығын 15 жылға арттырды. Алайда бұл әдіс ұйқы апноэ синдромының патогенезіне әсер етпейді.